Екіншісі уал яумил ахир. Екіншісі қиямет күніне сенген адам жақсы адам сол дейді. Жақсы амал сол. Жүздеріңді шығысқа, батысқа қарап жүзденіп бір іс-қимыл жасап тұрғандарың ол жақсы амал емес дейді. Бәлкім жақсы амал не ол? Қиямет күніне сену. Аллаға сенгеннен кейін қиямет күніне сену. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уақытында да Мекке мүшриктері келіп пайғамбардан сұрады, қиямет қашан болады деді. Бізге айт қашан болатынын. Сол кезде пайғамбарымызға Құран аяттар түскен. Оларға айт, қияметтің қашан болатынын Алладан басқа ешкім білмейді. Қиямет болатынында ешқандай күмән жоқ. Қиямет болады. Бір сахаба келіп пайғамбарымыз, я Расулалла, қиямет қашан болады деді. Пайғамбарымыз айтты, бауырым, дайынсың ба ол күнге деді. Жоқ, дайын емеспін деді. Дайындала бер, ол күн келеді деді. Бәрімізге айтылған сөз, пайғамбардың осы сахабасына айтқан сөзі баршамызға айтқан сөз. Кім өмірден озса, ғұламалар айтады, сол адам үшін қиямет басталды дейді. Өмірден озып жатқан кісілер бар ғой, ортамыздан кетіп бара жатқан. Сол кісілер үшін қиямет басталды. Неге? Ол марқұмдар барзақ әлеміне кеткеннен кейін ол жерде ораза ұстау деген жоқ. Ол жерде кешегі секілді құрбандық шалу жоқ. Садақа берейін десе бере алмайды. Қажылыққа барып келе алмайды. Ешқандай амал істей алмайды. Олар үшін қиямет басталды. Жердің астында барзақ әлемінде күтіп жатқаннан басқа оларға ешқандай не жоқ, амал жасай алмайды. Бауырлар, міне осы қиямет болады. Кім қиямет күн болуына сенбейтін болса, ол адам мұсылман діннен шығып кетеді. Мұсылман емес ол. Ол адам қайтадан иманына келіп, калима шахада айтып, исламды қайтадан қабылдау керек. Және ғұламалар айтады, ол исламды қабылдағаннан кейін оның сол күнге дейінгі істеген амалдардың бәрі нөлге түсті дейді. Мүлдем амал істемеген адам секілді болып қалды. Қайтадан жаңадан исламды қабылдаған адам секілді болды. Амалын қайтадан бастау керек дейді.